Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын сүзбелі бауырсақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 400 грамм сүзбе саламыз. Оған 4 ас қасық құмшекер қосамыз және 3 жұмыртқа қосамыз. Жарты шай қасық тұз саламыз және бір осындай ванильный сахар, яғни ванилинді құмшекер қосамыз. Бәрін жақсылап осындай погружной блендермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Араластырып алдық. Бір ас қасық қопсытқыш қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Және 200 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Он сәл көбірек кетуі мүмкін. Ол сіздердің сүзбелеріңізге және жұмыртқаларыңызға байланысты. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып, сәл қолға жабысатын қамыр илейміз. Қамыр жабыспас үшін дастарханымызға сәл ұн сеуіп, осылай алып, қамырдың, яғни ұнның көмегімен осылай айландырып илеп аламыз. Сәл ұнның көмегімен ең алғашқы сүзбелі бауырсағымызды дайындаймыз. Осылай жіңішке қылып және осы екі бүктеп қайтарып ораймыз. Қалғандарын осылай дөңгелек қылып жасаймыз. Оның ортасын тесетін боламыз. Осында выпекпайға арналған насалканы пайдаланамыз. Ортасына шыққандарды дөңгелектеп, дөңгелек бауырсақ қылып дайындаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға, фантазияларыңызға қарай неше түрлі формаға келтіріп дайындасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, қалай дайындасаңыздар да. Табамызға сұйық май құйып қыздырып, ең алдымен дөңгелек бауырсақтарымызды салып қуырамыз. Қуырған кезде міндетті түрде баяу отта қуырыңыздар, сол кезде сырты күймей, іші де толық пісетін болады. Қуырылып алған бауырсақтарымызды арнайы торда немесе қағаз майлықта сұрыптап алуға кеңес берем. Артық майлары сіңіп кетеді. Бауырсақтарымыз піскен соң бетіне сахарная пудра сепсеңіздер болады. Мен сахарная пудра сепкен жоқпын, себебі құрамында да құмшекер болды. Біз аптасына 2 рет дайындаймыз бұл бауырсақты. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Міндетті түрде ұнайтын болады.